Қабылдау емтихандары аяқталды. Бағила тарих факультетінің студенті болды. Неге екені белгісіз, ол өз фамилиясын студенттер тізімінен оқығанда бұрын ойлағандай соншалықты қуанған жоқ. Керісінше тізім ілінген қағаз түбінде ебіл-дебіл боп жылап тұрған қызды көріп, жүрегіне көңілсіз бір мұң ұялады. 3 жыл. Құдай-ай, 3 жыл деді қыз жылап тұрып. Ауылға қалай барамын? Жоқ, бармаймын, өлсем де бармаймын. Ол 2 жыл қатарынан келіп, екеуінде де бір балы жетпей түсе алмапты. Биыл жарты балы жетпеген. Бағила университетке өзі түскенін, немесе әкесінің немере ағасы түсіргенін де білмейді. Әйтеуір емтихандарды жақсы тапсырып шықты. Бәлкім, мен осы қыздың алдын ораған шығармын деді ол өзіне өзі. Мен келмесем оның студент болуы да ғажап емес қой. Ол тәмпіш мұрын қара қыздың алақайлап қуанғанын көрді. Тарихтан ауызша емтихан көзінде ол құлап қалған. Келесі жолы шет тілден емтихан тапсыруға келгенде оның да отырғанын көріп Бағила өз көзіне өзі сенбеді. Бүгін студент боп, қуанышы қойнына сыймай барады. Ол осы сәтте анау тәмпіш қараны мейлінше жек көріп кетті. Жүрегіне мұз басқандай ішкі дүниесі қалшылдап, ілгері қозғалды. Кішкене қара сумкасынан 2 тиын алып, телефон автоматтың будкасына кірді. Сүйрік саусақтарымен асықпай 6 цифрды терді. Алло. Лике, мен ғой, Бағиламын. Мәлике өзін осылай атағанды жақсы көретін. Бұл оның соңғы кезде ойлап тапқан аты. Мәликенің мә деген буынын алып тастасаң, Лике болады да шығады. Әрі қысқа, әрі оңай және бұл ат жеңеше немесе тәтей деген өзіне ұнамсыз атаулардан құтқаратын табылған әдіс. Ар жақтан Мәликенің үрейлі даусы сампылдай естілді. Не болды, жақсылық па? Түстім. Тух. Зәремді алдың ғой. Бір қырсық болып қалған екен деп. Неге көңілсізсің? Студент болған адам қуанбай ма екен? Қуанып тұрмын ғой. Қуанғаның осы ма? Ой, елігім менің. Қазір маған кел. Оған шейін мен сэрге телефон соғайын. Кімге? Сэрге, сэр дегенім ғой, Сәргелді айтам. Жарайды. Ол будкадан шығып такси аялдамасына шейін жаяу жүрді. Бағила Мәликенің кісі атын ыңғайлап өзгертудің үлкен шебері екенін аңғарды. Өзімен бірге жұмыс істейтін құрбыларының бәрін бұл басқаша атайды, және олардың бәрі ренжімейді, керісінше, оған қуанатын сияқты. Кезек бір күн өзіне де жететінін ол күні бұрын сөзетін. Сэр деді мырс етіп қызық. Бағила Сәргелді көз алдына елестетіп, оған қарап ойша, сэр деп көріп еді. Бұл сөзмен Сәргелдің болмысының бір-біріне мүлдем қайшылығын байқап, дауыстап күліп жіберуге аз-ақ қалды. Сол күні олар Сәргел үшеуі медеудегі ресторанға барды. Сәргел осы оқиғалардың бәрінің қас батырындай өзін ерекше асқақ ұстап отырды. Әйеліне де, Бағилаға да үлкен қамқор дауыспен тілі қатып, даяшылармен сөйлескенде де өте сыпайы жұмсақ қарым-қатынас сақтап, мәдениеттің жоғары үлгісін көрсетуге тырысты. Бұлар терезенің жанына жайғасқанды. Мәлике көк пүліш пердені ысырғанда шыршалы таудың ұшар басы қол созым ғана жерде тұрғандай анық көрінді. Қала адамдар үшін күннің батқанына ширек сағаттай болды, ал мұнда ұясына енді еніп бара жатыр. Аспан шайдай ашық. Батыс жақ қызыл жалқынға бөленіп, бар әлемді қызғыл түске бояған. Бұдан біраз бұрын қолдан жасалған қопарылыстың нәтижесінде пайда болған 2 тауды бір-бірімен жалғастырып тұрған фантастикалық алып тоған миллионға жуық өмірдің қорғанындай, жылдар бойы халыққа төніп келген сел қаупін ауыр денесімен бір жолата тұншықтырып маңғаз жатыр. Оның үстіне селдір-селдір боп шөп өсе бастапты, әр жерден қылтиып кейіннен отырғызылған жас шыршалар көрінеді. Осы 2 таудың арасынан мәңгі мұз таулар міз бақпай бері қарап тұр. Әйгілі медеу мұз айдыны батар күннің шұғыласымен қоштасқысы келмегендей бір түрлі түнеріңкі ренішті түрге еніпті. Күн батты. Тау аңғары күңгірт тартты. 2 таудың арнасымен бері құлаған мұз таудың суық желі төменде ағып жатқан тасты өзенді жалай соғып, ұйтқыған салқын самалы толқып келіп, терезеден сыртқа үңілген бетті сипап өтеді. Ауа кәусардай таза. Жұтқан сайын құмарта түсесің. Өз табиғатымызды өзіміз бағаламаймыз деді Мәлике бері ентелеп тұрған шыршалы шыңнан көз алмай, жақында біздің институттың ректоры. Мәлике халық шаруашылығы институтына сырттай оқуға түскен, Швейцарияға барып келді. Іле Алатауы мен Медеу аңғарының сұлулығына жететін табиғат дүниеде жоқ екен деп келді.
Мүмкін деді Сәргел әйелімен екі-үшті келісіп, Бұл әңгімені сен қалай тыңдап жүрсің? Мәлике терезе жаққа майысқан денесін тез түзеп, күйеуіне қарады. Кездесу болды, сэр, деді ол екі қасын бірдей керіп жеңіл жауап берсе де зілін жасыра алмай, институт студенттерімен. Түсінікті дегендей Сәргел бір жұтынып алды. Жұтынған көзінде кеңірдегіндегі тобықты бір түйін паршен сияқты өңешіне жүгіріп барып, асығыс, кері қайтып келді. Бұдан соң даяшы шампан әкеп қойғанша Мәлике үнсіз отырды. Бағила бұл үнсіздіктен қысылып, екі қолын қайда сыйғызарын білмей, бірде шанышқы мен бокалдарды қажеті болмаса да орнынан қозғап, бірде жағын таянып ақ басты шындарға қарады. Даяшы шампан әкеп қойды. Қандай шоколадыңыз бар, деді Мәлике. Пушкин ертегілері. Біреуін, сонан соң бір балмұздақ әкеліңізші. Құп болады. Аласа бойлы жігіт ізетпен иіліп, тез-тез басып жөнелді. Жігіттердің даяшы болғанын жек көрем, деді Мәлике шампан ашуға кірісіп. Батыс елдерінде әйелдердің даяшы болғанын жек көреді. Өтірік. Бәрі ойдан шығарылған нәрсе, деді Мәлике күйеуіне ғана емес, осы идеяны қолдаушылардың бәріне қол сілтеп, табиғаттың өзі әйел мен еркекке о баста атқарар қызметін бөліп берген. Кейін бәрін шатастырып алдық та, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айыра алмай қалдық. Шампан жылылау болуы керек, басындағы сымы босасымен тығынын зор тегеурінмен жоғары итере бастады. Мәлике тығынды жантайтып, газын шығаруға үлгіре алмай қалды да, ол тарс ете түсіп, әйелімен айтысқысы келмей терезеге қарап бейғам есінеп отырған Сәргелдің бетін ақ көбік жуып кетті. Ол судан шыққан мысықтай пысқырынды да қалды. Сэр, кешір, мен байқамай қалдым, деді Мәлике көзін әлі аша алмай отырған күйеуіне жаны ашығандық білдіріп. Сәргел бүгінгі жоғары мәдениеттілігінен тайған жоқ. Мәликенің орнынан тұрып барып сүрте бастаған орамалын өз қолына алды да, көзінің алды мен мойнын құрғатып жатып. Осыдан кейін еркек даяшыны қалай жақсы көрмесің, деді. Бұл, Сәргелдің көптен бері тауып айтқан сөзі еді, және сәтсіз ашылған шампаннан соң бүгінгі кешті бүлінген кешке санап тұрған Мәликеге ол айрықша әсер етті. Өмірінде алғаш рет күйеуіне шындап жүрегі жылыды. Ол еркелей басып орнына кеп жайғасты. Шампанның жартысы стол үстіндегі ақ жапқышқа ағып, жайыла сіңіп кетіпті. Мәлике қалған шампанды қолына алып көтеріп тұрды да. Сэр, сіз ішесіз бе, әлде жаңа тойып алдыңыз ба, деді. Ішпесем де болар еді, бірақ құй, деді ол бокалын ілгері жылжытып. Қызың оқуға түскенде Мәлике бізді шампанға шомылдырды десек Қаратай қалай түсінер екен? Идея. Мәлике шампанды екі бокалға тең бөліп құйды да, Бағилаға өз бокалынан 2-3 тамызды. Бүгін оған телефон соғып, қызықты айтайық. Қәне, Бағиланың студент болған тойын бастайық. Қадамың құтты болсын, бақытқа жет. Екеуі ыдыстарын орталап барып столға қойды. Бағила бокалды ырым үшін ерніне тигізді де, қайта төмен түсірді. Даяшы шоколад пен балмұздақ әкелді. Ал, сүйікті асыңа кірісе бер, деді Мәлике қызға күлімсірей қарап. Бағила кішкене қасықпен балмұздақтың шетінен кертіп алып аузына салды. Сол кезде есік жақта столда отырған 4-5 жігіттің біреуі өзінен көз алмай қарап отырғанын көрді. Шашы иығына тиген, ат жақты, ашаң жігіт. Индейстерден аумайды. Ол балмұздақты орталай бергенде есік жаққа тағы көз тастады. Жігіт иегін алақанына тіреп, әлі телміріп отыр екен. Лике, маған ана бір жігіт тесіле қарап отыр, деді сыбырлап. Қайсы? Есік жақта. Шашы ұзын. Саған жігіттердің тесіле қарауы мені таңдандыра алмайды. Алақанымен иегін тіреп отырған ба? Иә. Қарама, қарасаң ондайлар көңіл бөлді деп жабыса кетеді. Суретші ме, мүсінші ме, сол ауылдың адамы болуы керек. Оны қайдан білдіңіз? Олар ең әуелі сақал қойып, шашын жібереді. Неге? Түсінсем бұйырмасын. Сақал қойып, шаш жібермесе оларды муза өнер ордасына кіргізбейтін болуы керек. Ал көсе болса ше? Мәлике Бағилаға жалт қарады. Оның аласы аз қара кездері күлімсіреп бұған сүйсіне қадалып қапты. Браво, браво, деді ол алақандарын бір-біріне дыбыс шығармай соғып. Сэр, есіттің бе? Бағиланың фантазиясы жүйрік емес пе? Сәргел есіттім. Ризамын дегендей жымиып басын изеді. Сол жақ қарсы бүйірдегі оркестр әлде итальян, әлде швед ансамбльдерінің репертуарынан эстрадалық музыка ойнай бастады.
Барабанда отырған грек тектес қау сақал жігіт кешеден бері өз аспабын сағынып қалған болуы керек. Басын төмен тұқыртып құлшына соғуға кірісті. Ара-арасында естіліп қалатын жаздың жүз даусы өктемдік алатыны болмаса, басқа аспаптардың үні барабан астында әлсіреп, талмаусырап естіледі. Мәлике барабаншы жігітке жақтырмай тыжырына қарады. Ол алғашқы сәтсіз некеден кейін барабаншы атаулыны көргісі келмейтін. Жұрт билей бастады. Құтырынған оркестр сияқты ешкім би тәртібін сақтап жатқан жоқ, көпшілігі құр секеңдеуде. Оркестранттар жұртқа осындай желік бітірген өз құдіреттеріне разы болғандай, әрқайсысы музыка аспабының даусын барынша шығарып, аянбай ойнауда. Ботқа боп араласып жатқан берекесіз биге стол 2-3-2-ден жіберіпті, кейбіреулері кісілерін түгел аттандырып қаңырап босты. Тізесіне 3-4 елі жетпейтін, қысқа қара юбка киген жап-жас қыз 3 жігіттің ортасында билеп жүр. Жауырынын ғана жауып, аққұба жүзіне мейлінше жарасын беретін су перісіндей аппақ шашы төбеден құйылған люстраның шақырайған жарығымен жалт-жұлт етеді. Ол басқалардай секеңдемей, бір қалыпты, әсем билеп жүр. Қара гифюрден тігілген, омырауы түсіңкі жеңіл кофтасы, ақ шаш, ақ денемен таласып, оның сымбатын аша түскен. Сәл көнтектеу қалың еріндері жымиып, ар жағынан маржандай ақ тістері болар-болмас көзге шалынады. Ол билеп жүрген жоқ, жұртқа әдемі мүсін мен жастықтың қандай екенін көрсетіп жүрген секілді. Қыз қасындағы жігіттің алақанына алақанын соғып, музыка ырғағымен бір айналғанда қысқа юбкасын желкеулеп, ақ плавкасы жылт ете қалады. Ресторандағы кәрі жас содан көз алар емес, әсіресе еркектер жағы жалпы бидің басқа жағымен мүлде ісі жоқ. Бар ынталарын осы төртеуіне, қасындағы әйелдерінен жасырып айтқанда қызға қарап қалған. Мәлике еркектердің көпшілігінің басында дәл қазір өтіп жатқан тек бір жақты процестерді байқап, ұрлана Сәргелге қарады. Оның кеңірдегіндегі паршен жайлап өңешіне барып қайтты. Мәлике мырс етті. Вот, оңбаған деді іштей, дәмесін, қарашы, мұның өзінен 16 жас әйелі бар, және жаманда емес. Сөйте тұрып паршені жыбырлайды. Жалпы ұятты бұлай қойғанда еркектерде ми да қанағат та жоқ. Сэр, салатын суып қалды ғой деді ол музыка біткен соң қасақана ұяң дауыспен. Сәргел қолындағы тәтті күлшесінен айырылып қалып, оның соңынан талпынған баладай бері қарай оқыс бұрылып, шанышқысымен салатқа бас салды. Жүгенсіздік деді ол аузына помидордың бір түйірін салып жіберіп, әке-шешесі қайда жүр? Осындай қыздардан жөні түзу ана шығар дегенге сенбеймін. Күні бойы сені осы ой мазалап отырды ма? Енді не дейсің? Ол жалтарып кетті. Жалтарғанын Мәлике де сөзді, бірақ ары қарай қазбаламады. Осы кезде есік жақтағы столда қызмет етіп жүрген ұзын бойлы даяшы жігіт бұлардың қасына келді де, подносындағы шампан мен 2 шоколадты алдарына қойды. Біздің қонақтардан деді ол жымиып, анау шеткі столда отырған жігіттер жіберді. Мынау хат сізге. Ол 2 бүктелген жылтыр қағазды Бағиланың алдына қойды да ұзай берді. Сәргелдің көзі даяшыда, Мәлике Бағила аралығында алақтап не айтарын білмей қалды. Намыс пен ашу бойын кернеп, шеке тамырлары бұлк-бұлк соқты. Сендер немене бейтаныс біреулердің шампаны мен хатын шынымен қабылдамақсыңдар ма? Неге үндемейсіңдер? Иә, біз шампаннан тапшылық көріп отыр едік. Өзіміздің даяшыны шақыр, кері қайтарып жіберейік. Сәргел даяшыны шақырып, стол үстіндегі кірме дүниенің бәрін подносқа өз қолымен салып, келген жағын саусақпен нұсқап қайтарып жіберді. Даяшы кеткен соң саусақтарын бүгіп жазумен болды. Сәргелдің бөгде сыйды қайтарып жібергенін іштей құптаса да, Мәлике келмеске бағыт алып, бірте алыстап бара жатқан 2 бүктеулі қағазда не жазылғанын біле алмай қалғанына аздап өкінді. Дегенмен деді ол күйеуін бұдан әрі ашуландырып алмаспын деген баяу үнге басып, олардың не жазғанын оқи салу керек еді. Ол бізге жабысып қалмайды ғой. Иә, әуелі не жазылғанын оқып көр, сонан соң танысып көр, одан кейін шақырған жеріне барып көр. О, болды. Әлі ашуың басылмаған екен. Бәрін оңайлатып жібердің ғой. Әйелдер жайлы сен ештеңе де білмейсің. Олар еркектерден 100 есе тұрақты. Білеміз. Өтірік. Әйел жанын ешқандай данышпан білген емес, ешкім түсінген емес. Түсінбейді де. Білі еміз. Сәргел әрпін ешіктеп қадап айтты. Мәлике позициясынан тайған жоқ. Ол, сен білетін әйелдер. Ондай әйелдерді білудің де қажеті жоқ. Соңғы сөз Сәргелді ашу мен ызаның шегіне бірақ жеткізді.
Ол сөйлей алмай тығылып, басын қайқайтып алды да, еріндерін қымқырған бойы отырып қалды. Аузын ашса жарылып кетер түрі бар. Даяшы ыстық тамақ әкеп қойды. Жігіт, тағы бір шампан беріңізші деді, Мәлике күйеуіне қыр көрсеткендей келте қайырып. Құп болады. Қазір. Оны кім ішеді? Сәргел оқты көзімен әйеліне ата қарады. Өзім. Сәргелдің айтар сөзі де, жасар амалы да таусылып, бір Құдайдан ғана көмек сұрағандай Алатаудың алыс шыңдарына қарады. Енді сөйлесе екеуінің бір жола ұрсып тынарын, сөйтіп бүгінгі қуанышты кешті өздері бұзатынын, және бұл хабардың Қаратайға да жетіп қалуы мүмкін екенін ойлап, ол ақырын бір күрсініп шанышқыны қолына алды. Неткен аңдысып қалған адамдар деді іштей Бағила, бүйтіп қалай өмір сүруге болады, және алда әлі талай жылдар бар емес пе? Егер әр сөзге осылай ұстаса беретін болса. Мұның несі өмір, несі қызық? Мәлике әйелдер жайлы неге айтты, ол қандай әйелдер? Оған Сәргелдің қатысы, қанша және ең бастысы, ол неге ашудан жарылып кете жаздады. Бағила бұл сұрақтардың бірде-біріне жауап таба алмады. Ол өз анасын еске алды. Момын, қанша ашуланса да қатты сөзі жоқ. Балалары мен күйеуінің қас-қабағына қарап, солардың денсаулығы мен жақсы тұрмысына өмірін бағыштаған, дүниеде жамандық бар деп ойламайтын дархан адам. Ол да институт бітірген, мына өмірдің толып жатқан қызығы мен қайшылығын ол да жақсы біледі. Адамдардың бір-біріне жасайтын қиянаты оны да өздерінің шаңырағынан да айналып өткен жоқ. Күйініштері де, сүйініштері де болды. Бірақ ол бәріне тезе білетін еді, күте білетін еді. Алғашқы кезде бұл онда не екінші, не үшінші класста болатын әкесі бас агроном болып жүргенде, совхозда 2 жыл құрғақшылық боп, жоспар орындалмаған соң оны қызметтен алып тастаған. Ол кісі кінә өзінде емес екенін, мұндай жағдай жалғыз бұл совхозда емес, барлық аудан, қала берді облыс басына түскен ауыртпалық екенін, қолында бар мүмкіндікті аяп қалмағанын айтып ешкімге түсіндіре алмады. Үйге келген ағайын құрдас боп, араласып жүретін аудандағы кейбір жауапты кісілерде барлық қырсық тек Қаратайдан келіп отырмағанын, бір агрономды алып тастағанда аспаннан жаңбыр жаумайтынын айтып араға түсе алмады. Тіпті совхозға келгенде олар үйге де кірмей кетті. Бұл, Қаратайдың шаруашылыққа араласқан кезде, алдынан мінезі мен қасиеттері боларын аңғартқан алғашқы сабақ еді. Кешегі дос деп жүрген адамдарының ара түспек бұлай тұрсын бүгін танымайтын кісідей бұған қарамауы, үйіне келмей кетуі оның қабырғасын сөкіп кеткендей болды. Нөл қатты қынжылды, бұл арада кешіп кетіп, сырдың жағасына барып жалғыз үй отырсам ба екен деп те ойлады. Әйелі Ғайникамал ғана тоқтау салып, кездескен қиыншылықты ер азаматтай көтере білу керектігін айтты. Екі қолға бір жұмыс, бас агроном болмасаң, жай агроном боларсың, тіпті, жұмысшы болсаң да қазір өлетін күн жоқ деп оның күйінішін басты, ашуын сабасына түсірді. Бұл жерде ақырып босқа жата бергенше документтеріңді туралап алып, облыстың бірінші басшысына кір деп ақыл айтты. Қаратай ары-бері толғанып кеп, Ғайникамалдың ақылына тоқталды. Шынында бұлар түсінбеген нәрсені сол кісі түсінер, менің аянып қалмағанымды оғар. Мұнда жатып әділдік іздегеннен не табам? Ол солай етті. Мұның әңгімесінен адалдықты, іскерлікті аңғарды ма, басшы ұзақ үндемей отырып. Көрерміз, қосымша хабарлармын деген. Арада бір ай өткен соң Қаратай бұрынғы жұмысына қайта бекітілді. Ауа райы да көңіл күйі де жақсарғандықтан шығар, совхоз сол жылы жоспарын 1,5 есе артық орындады. Бұл, Қаратайды қанаттандырып, өзінің қабілетіне, қайратына деген сенімін қатайтып кетті. Келесі жылы да өнім жақсы болды. Облыстық партактивке бірінші хатшы Қаратайдың іскерлігін, қабілетін мақтады. Келесі жылы көктемде ол совхоз директорлығына жоғарылатылды. 3 жылдан соң аудандық партия комитетінің екінші секретары, онан соң бірінші секретары боп тағайындалды. Ғайникамал осы оқиғалардың бәрінде де бір қалыптан, бір мінезден тайған жоқ. Жасымады да, тасымады да, күйеуінің күйініштен артық айтқан, абайламай айтқан сөздеріне де ашу шақырмайтын. Пәлі, бұл сен айтатын сөз бе еді дейтін әбден тыңдап болған соң. Қаратайға тоқтау салып, ақылға келтіретін, ойландыратын да Ғайникамалдың осы байыптылығы, естілігі еді. Және бұл байыптылық пен естіліктің ар жағында шаңырақ пен күйеуге деген әйтеуір бас иді. Қара құлшылық емес, жарға деген нәзік бір жылылық, жанашырлық аңғарылушы еді. Қаратай да оны түсінетін, бертін келе әйеліне ешқашан дауыс көтермейтін, көңіліне тиер артық сөз айтпайтын болды.
Бәлкім, махаббат деген осы шығар дейтін Бағила өскен соң өзіне, өзі, Сәргел мен Мәлике тамақтарын жартылай жеп, ортаға ысырып қойыпты. Бағила шампанның ашылғанында екеуінің бір-бір бокалдан ішіп тастағанын да аңғармай қапты. Соған қарағанда екеуі де өз бетінше құйып, өз бетінше ішкен болулары керек. Олардың томсарып үнсіз отырғаннан Бағила өзін қолайсыз сөзіне бастады. Анда-санда ауызбен айтылғаны болмаса, мұның студент болған қуанышы да сөзілмейтін сияқты. Қайта осы оқиға ерлі, зайыпты адамдарды тау басына алып шығып, екеуінің ұрысуына себепкер болғандай көрінді. Оның үстіне әлгі бір бөгде сый, екі бүктелген қағаз оны қорлап, туыстарының алдында ұятқа қалдырып кетті. Бәлкім, Сәргел мұның бәрін өзінше жорып, бұған, өзінің әйеліне басқаша қарап отырған шығар. Ол да мүмкін. Олай ойлау Сәргел сияқты адамдарға, тек соларға ғана тән. Бағила кенет өзін жалғыз қалғандай сөзінді. Мына тау, анау гүрілдеп жатқан өзен, прожектор сәулесімен ап-анық көрініп тұрған комплекс, шулы қала мен оның сапырылысқан адамдары, алда тұрған белгісіз, бейтаныс студенттік өмір, мына ресторан, бей-берекет музыка, қала берді сазарып отырған Сәргел мен Мәлике, бәрі де өзінен алыстап, суып бара жатқандай болды. Бұл жерде ішкі сырын ақтаратын, қандай сәтсіздікке ұшыраса да көңілге медеу тұтатын, ақ сеніммен арқа сүйейтін адам жоқтың қасындай. Сонау алыста өз туған үйінде, туған топырағында бұл ешқашан мұндай жалғыздық сөзінген емес, азды кепті өз басына, өз ортасына лайық жайсыздық көрсе де бүйтіп өгейсімейтінді. Қайта құлшынып күресетін, айтсатса, дәлелдейтін. Жатсыну, өгейсу, жалғызсырау деген атымен жоқ еді. Тіпті бір баланың бұған жазған сүйіспеншілік хаты, хат солай аталған, үйге келгенде інісінің қолына түсіп, ол кешкілік семья мүшелері толық дастархан басына жиналған сәтте сампылдап тұрып оқып бергенде де жанын егейсу, жалғыздық билеген жоқ. Еңіреп жылаған, ол хатты кім салғанын да білмейтіндігін айтқан. Өзі күткендей әкесі бұған ұрысқан жоқ, қайта 5-ші кластағы баласына зекіді. Ол да бір бұрышқа барып жылаған. Үйдегі осындай шудан соң ертесіне Бағила класты аяғынан тік тұрғызғанды. Ақыры ғашық жігіт табылды. Сабақ үстінде собық жеп, жүгерімен қыздарды атып отыратын, алдына жан салмайтын жалқау бала бар еді, сол боп шықты. Хатында ол Бағиланы алып қашамын деп, нақты уәде беріпті. Адырға түсіп, атпен қашсам әкең машинамен қуып жете алмайды депті. Баланың әке шешесі шақырылды. Малшы адамдар екен, жиналыс өтіп жатқанда келді. Балаларына тағылған кінәні үнсіз тыңдап болған әкесі екі көзі шатынап, аудан басшысының қызын алып қашамын деп хат жазған дегенді естіп, баласына үрейлене қарады. О, есектің миын жеген доңыз деді, қонышынан қамшысын суырып тұрған жеріңде жоныңнан таспа тіліп, кереге бау жасайын ба? О, миғұла, енді кеп. Ол баласына тап берді. Жұрт күлді. Жиналыстың берекесі қашты. Бәрі-бір протокол жасалып, бір данасы баланың әке шешесіне берілді. Ол кезде жылап еді. Енді сол оқиға есіне түскенде Бағила өзінен өзі ұялып, болар-болмас өзу тартты. Іштей күлімсіреп отырып, ол өзінің бұдан 2 жыл бұрын тіпті бала екенін, сол 2 жылдың арасында да едәуір есейгенін, мектептегі 10 жыл өмір зулап өте шығып, оның бұдан бұлай осылайша естелік қана болып ойға оралып отырарын ерекше бір қимастықпен түйсінді. Осы түйсіну үстінде көңіліне әлдеқайдан кеп шым-шымдап ине бастаған жалғыздық мұңы бұрынғысынан да күшейе түскендей болды. Көз алдынан студенттер тізімінің түбінде ебіл-дебіл жылап тұрған қыз елестеді. Ауылға қайтып бармақпын, бармаймын. Ешқашанда. Деген сөзі ап-анық естілді. Студент болғанына қуанып, секіре жөнелген тәмпіш мұрын қара қызда, әні, сумкасын бұлғақтатып жүгіріп барады. Ол бұрынғы емтиханда құлап қалғанын тіпті де ойлайтын емес. Сонан соң көз алдына кенет, осыдан 1,5 ай бұрынғы пойыз елестеді. Ойда жоқта, табан астында пойыз еске түсуі мұң екен, бейтаныс жігіттің бұлыңғыр тұлғасы көрінді. Бағила оның түрінде анық елестете алмады, тек салқын жанарын, салқын жүзін ғана ұмытпапты. Сол бейне елестеген тұста өз жүрегінің қайта лүбете түскенін сөзді. Көңіліне там-тұмда бейне бастаған белгісіз мұң мен жалғыздық сөзімі күн шыққан шақтағы тұмандай ыдырап сала берген тәрізді. Шынымен бе деді ол өзіне өзі, мен шынымен сол бейнені ұмыта алмай жүрмін бе? Неге? Ол бұл сұраққа да жауап таба алмады және көңіл түбін ақтарып жауап іздегісі де келмеді. Іздей қалса өзі-өзінен айтылар белекше батыл жауапқа тап болармын деп қорықты.
Осы сөзімдердің құрсауында отырып ол жан-жағына қарағанын да аңғармай қалды, неге қарағанын да білмеді. Осы 1,5 ай бойы ол бейтаныс жігіт жайлы ойласа, әлденеге сабыры мен шыдамы қашатынын, өз бойынан өзіне жат бетен бір қимыл пайда болатынын, бұған шындап таңырқаса да, жан түбінде өзінен де жасырынып оған деген ерекше бір ықылас сақталып қалғанын соңғы кезде анық сөзіне бастады. Ми клеткалары кей кезде өз бетінше, автономиялы түрде жұмыс істей береді. Өз сөзі, өз тұжырымы. Оның рас екеніне ол тағы таң қалды. Дәл бүгін осы отырыста ол жігіт жайлы ойламағанда олай етуге мүмкіндігі де болмаған. Бірақ, санасының алыс бір нүстесі ол жайлы ылғида бір күтпеген жаңа тосын тұжырымдар дайындап қоятын секілді. Тап қазір ол 1,5 ай бойы бейтаныс бейнені іштей іздеп келгенін, сапырылысқан адамдардың арасынан оған кездесе кетуді тілегенін мойындады. Сәргел мен Мәлике өз ойларымен әлек. Мұны тіпті бала санайды, сырт кезден баладай қорғайды. Несі бар, бұл да жаман емес. Бірақ мұның осы сәтте не ойлап отырғанын олар білсе ғой. Жарты сағаттан соң олар Даяшымен есеп айырысып шығуға беттеді. Мәлике есік жақта өздерінен әлі назар адастырмай отырған жігіт столының жанына жақындағанда Бағиланы сол жағына, сұтанақ кезден таса жаққа алып өте берді. Сәргел көз келген күтпеген жағдайға дайын екенін танытып, олардың соңынан батыл да нық қадаммен қаздаңдап жүріп отырды. Жігіт бұлар жақындаған кезде алдынан шығып, көлденеңдеп тұра қалды. Кешіріңіз, деді ол әуелі Мәликеге, сонан соң Бағилаға қарап. Жігіт, жолды босатыңызшы, өтінем, деді. Мәлике мұндай көргенсіздікке тезе алмай ызаға булығып. Кешіріңіз, мен сіздерге сый жіберіп, ағаттық жасаған шығармын. Азамат, милиция шақырсын демесеңіз, орныңызға отырыңыз, деді. Олардың жанына жеткен Сәргел, бұл неткен ұятсыздық. Мен сіздерден кешірім өтініп тұрмын ғой. Көрінген адамның кешірім сұрағанын кешіре алмаймын, деді. Сәргел шыға беріс есіктің маңдайшасынан көз алмай, сонда да кешірдік. Енді жолдан бұлай тұрыңыз. Менің ешқандай жаман ниетім жоқ, деді. Жігіт ойындағысын айтып қалуға асығып, тез-тез сөйлеп. Ол әйел адамның жұмсақтығынан үміт күткендей Мәликеге қарады. Ұятты жеңіп алдарыңыздан көлденең шықпасам, сіздерді басқаша қалай аялдатпақпын. Менен қорықпаңыз, ағаңыз болама, әкеңіз болама, мына кісінің шошынғандай мен көше бұзығы емеспін. Суретшімін, манағы жіберген қағазымды дүниеде осындай сұлу қыздың. Ол Бағила жаққа қарады. Бар екеніне риза боп, ғайыптан тайып мұнда келе қалғандарыңыз үшін сіздерге рахмет айтып едім. Менің басқа сөзім жоқ. Жігіт жолдан сырылды. Мәлике ақтарыла кеткен мына жігіттің сөзіне не жауап берерін білмей дағдарып қалды да, сендім дегендей жылы шыраймен бас изеп өте берді. Бұрқыраған коспасыз шындық алдында іші жылып, әуелгі кезде тым қатты кеткеніне ұялды. Әйтсе де, ағаңыз болама, әкеңіз болама деп байқаусыз жанын шымшылағанын, сол сөзі арқылы Сәргелдің намысына тигенін де аңғарды. Бұл үшін ол жігітті кінәлаған жоқ, тек Сәргел ашуланбаса екен деп тіледі. Құдай-ай, осы Алматыда жөндеп демалатын да орын жоқ, деді ол бұрқырап. Жұрттың бәрі билейді, жұрттың бәрі арақ ішеді деп ойлай ма екен. Келсең тұра қашқың келеді. Қарамайдай жабыса кететіндері тағы бар. Суретші. Суретші болса суретін білсін. Тауды салсын, тасты салсын, маған десе тасбақа салсын, онда менің шаруам не? Ол такси аялдамасына шейін сөйлеп барды. Таксиге отырған соңда өзі сұрап, өзі жауап беріп, сол жауабынан қайта өшеленіп, үйге шаршап жетті. Мұнда келген соңда біраз сөйлейтін сыңайы бар еді. Табан астында қан қысымы жоғарылап төсекке жатып тынышталды. Мәлике оның қан қысымы жоғарылап болса да, әйтеуір тынышталғанына қуанды. Қаратайдан құттықтау телеграмма келіпті. Оны ас үйде оңаша шай ішуге кіріскенде Мәликенің қолында тұратын сіңлісі берді. Бағила оны көрген сайын аяйтын, 4-5 жасар көзінде ойнап жүрген жерінен машина қағып, бір қол, бір аяғынан айырылыпты. Қатты шошынғаннан ба мойны сол жағына қарай сәл қисая біткен, сол аяғы тізесінен төмен қарай протез, ал оң қолы шынтағынан ішке бүгіліп жазылмай қатып қалған. Жүрген кезде протез аяғына киген туфлиі тоқ-тоқ етіп, оң қолы жоғары төмен ербендеумен болады. Ол ешқашан өзге қыздар секілді үстіне көйлек, юбка киген емес, аяғын жасыру үшін шалбарын тастамайды. Бағила оны көз алдына шалбарсыз елестете алмайды. Ол жұрт назарына түспеу үшін үй ішіндегілердің бәрінен кеш жатып, ерте тұрады.
Мәликенің айтуынша ол бұларға онша да жақын емес, аталас қана ағайын, тек ауылдағы әкесінің айтуымен сәргелді ұзақ үгіттеп жүріп қызды осында тұрғызуға көндіріпті. Манс, біз жоқта ешкім телефон соққан жоқ па, деді Мәлике шайына варенье салып жатып. Манс Мәнсияның қысқарған түрі. Соқты. Кім? Танымадым, бір ер адам. Сізді сұрады. Даусы қандай? Ол иығын қозғады. Кәдімгі еркек дауыс. Жуан ба, жіңішке ме? Жуандау қоңыр дауыс. Актерлік тембрі бар. Тіпті солай де. Мәлике сыңғырлай күлді. Сен сабағыңды оқып біттің бе? Иә. Онда Қаратайға заказ берші. Жатқанша сөйлесіп, одан өз аузыммен сүйінші сұрайын. Мәнсия үнсіз келісіп, орнынан ақырын көтерілді де, дүк-дүк басып телефон тұрған коридорға шығып кетті. Оқуын қашан бітіреді, деді Бағила үнсіз отыра беруден жалығып. Биыл 2-ші курста. Мен оқып жүрген института ғой. Бітіріп шықса екен байғұс. Оның қарсы алдымда отыра бергеніне жаным тезбейді. Әйтеуір бірдеңені сылтауратып жұмсай саламын. Оны қалай түсінетінін қайдам, кемтар адамдарға қарасам жүрегім өзілгендей болады. Ол жайлап күрсініп қойды. Сонан соң кенет Бағилаға қарап. Сен ғажап сұлусың, деді. Сенің қасыңда жүру әйел атаулыға азап. Әйелдер сені жек көреді. Менен басқасы, ол сықылықтай күлді. Мен еркек болсам қайтсем де саған үйленер ем. Бірақ сұлу әйелге үйленуде сор ғой. Қызғаншыңмен арпалысып өтесің. Сәргел ағам сізді қатты қызғанатын болуы керек. Өліп кете жаздайды. Орынсыз қызғана береді. Ләйлісін шыбыннан қызғанатын Мәжнүннің таза қызғаныш емес, ұсақ, қытымыр қызғаныш. Кейде ызанды қайнатады. Бағила, сіз оны ұнатасыз ба? Деп сұрап қала жаздады да, бұл жайттар жайлы сөз қозғаудың әлі тым ерте екенін, алда талай-талай оңаша түндер мен күндер бар екенін еске алып үнсіз қалды. Әйтсе де Мәликенің Сәргелді шын көңілмен ұнатпайтынын, олардың бір-біріне деген ықыласы тек ерлі зайыптылықтың салқын парызынан екендігін, жастар мен мінезі әр қилы адамдардың арасында терезесі тең махаббаттың болуы мүмкін еместігін ол іштей топшылады. Сәргел ағайдың ауырып қалғанына мен кінәлі сияқтымын. Қысылма, ол бәрібір себеп тауып алар еді. Сыртқа шыққан сайын екеуміз жүз шайысып қайтамыз. Әйеліне біреу-міреудің назары аусақ болды, ауыра бастайды. Сен қызғаншақ жігітке жолама. Айтпақшы, манағы жігіт, суретшіні айтам, алғаш ойлағанымда емес, ұнап қалды, ойындағысын ашық айтқан адамды ұнатам. Олар қашанда адал болады, арамдық пен қулыққа өзгелердей жақын жүрмейді. Музыка тыңдайсың ба? Тыңдайын. Жүр. Екеуі ас үйден шықты. Манс, деді Мәлике дауыстап. Манс, сен қайда кетіп қалғансың? Заказ бердім. Күтіңіз, деді. Ол бөлмесіне барып жатып қапты. Егер біз естімей қалсақ шақырарсың, жарай ма? Жарайды. Мәнсияның дауысы самарқау шықты. Мәлике эстрадалық музыканың үлкен білгірі, әрі табынушысы екен. Магнитофондағы пленкалар мен пластинкалар тек эстрадалық оркестр мен эстрада әншілерінің орындауындағы музыкалар. Ол мелодия 103 стереосының интим деген кнопкасын басып қойды да, грек әншісі Иваннаның орындауындағы пластинканы ойнатты. Онан соң Эдита Пьеханы қойды. Екеуінде ұнатам, деді ол креслоға шалқайып ойындағыны таппасады. Тебіреніп айтады. Жалпы мен үшін дауыстың онша қажеті жоқ. Жаны, жүрегі болса жетеді. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз отырып музыка тыңдады. Жаймен ғана естіліп тұрған баяу ырғақ қиялды әр саққа бір жетелеп, әлдилеп барады. Тыныш үй, дүниесі түгел тіршілік, мүлгіген салқын кеш адамды бейғамдыққа, алаңсыз өмірге, уайымсыздыққа баурайтын сияқты. Бағила Мәликенің мінезіне таң қалды. Ол күйеуінің қасына жағдайын сұрап қайтып баруды да, өздері келуден аз-ақ бұрын ұйықтап қалған үйелмелі-сүйелмелі екі баласының қандай жағдайда жатқанын көруге де бармады. Олардың тамақ ішкен-ішпегенін де сұрамады. Бәлкім Мәнсияға сенетін шығар деп ойлады Бағила. Ех, деді әлден соң Мәлике күрсініп, адам деген қызық жаратылған нәрсе әу. Туады, өседі, өледі. Осы үш ұғымның арасында күйгелек ғұмыр кешеді. Бір нәрсеге ұмтыласың, талпынасың, өзіңнің шамаң жетпейтінін білген соң тағдырдан тілейсің, күтесің. Жоқ, сол жоқ. Қанша күтсең сонша күт, онымен тағдырдың да, адамның да шаруасы болмайды. Сонан соң көнесің, көндігесің, үйренесің, мойынсұнасың.
Жылдар өтіп жатады, демек, сенің өмірің өшіп жатады. Қартаясың, сонымен біттің. Білесің бе, мен кәрілерді сондай аяймын, өзімнің қартайғым келмей. Мен кәріліктен қорқамын, қатты қорқамын. Өлімнен емес, кәріліктен қорқам. Бұрынғы тұрған үйде бір кемпір болды. Жасында күйеуіне, не балаларына сеніп жұмыс істемей қалды ма екен, сол байғұс айына 29 сом ғана пенсия алатын. Ойлап қарашы, 29-ақ сом. Несіне жетеді? Күніне 1 сомнан жұмсағанда 29 күнге созар, ал айына 31 күн бар ғой. Балаларыңыз қайда? Десем, қолын сілтейді. Бәрі бет-бетімен кеткен. Аналарының хабарын да алмайды. Біз көшкенде жылап қоштасты. Ылғи үйге келіп, өткен өмірін, жастығын айтып шерін тарқатушы еді. Қолым тиген кезде әлі де барып тұрам. Өзі арлы адам, бергеніңді алмайды, ренжиді. Сонан соң сыйлық деп, немесе балалардың туған күні, иә болмаса әйтеуір бір қуанышты күнді ойлап тауып оған ет, май, қант апарамын. Ол сонда ғана алады. Соңғы кезде ішетін бопты. Жалғыздықтан шығар. Іш құса болады ғой. Менің қартайғым келмей. Дәл сондай болам деп қорыққаннан емес, жалпы кәріліктен. Ешкімге қажетің болмай қалудан. Мен әлден-ақ қартая бастаған сияқтымын. Өйткені қажетсіздігімді қазірдің өзінде сөзіне бастадым. Балаларыма ғана қажетпін, онда да олар менсіз өмір сүре алмайтын болған соң. Одан қалса күйеуіме қажетпін, онда да әйелі ретінде. Мен өле қалсам дүние түктей өзгермейді. Балалар жылап-жылап басылады, ержеткен соң ұмытады. Ал мына үйге мен сияқты тағы бір әйел ене. Әйелдерге қарағанда еркектер әлдеқайда бақытты. Егер еркектің орнында әйел болса ше. Айталық, мына мен, сэр қайтыс болса, жалғыз қалсам, 2 баламен кімге барам, кімге керекпін? Ойлай берсең өмір деген тұңғиық, ойсыз ғұмыр кешсең, тереңіне бойламай, тайызында тайраңдап жүрсең кейде, сол қызық па деп қаласың. Бірақ табиғат сені қалай жаратты, солай өмір сүресің ғой. Бағиланың жылағысы келді. Мәликенің бұл сөздері оның жанын толқытып, әрі жеңгесінің басында толып жатқан арман, сан-сапалық қайшылықтар мен зілдей мұңы жатқанын аңғарды. 1,5 айдан бері ол алғаш рет өз өмірінен хабар берді. Стерео шырт етіп барып тоқтады. Бағила пластинканы аударып салмақ болғанда Мәлике керегі жоқ дегендей басын шайқады. Одан да жатайық. Қазір Қаратаймен де сөйлесіп қалармыз. Лике, деді Бағила пластинканы қолында айналдырып тұрып. Иә, Мәлике бота кездерін кең ашып, бұған сұраулы пішінде қарады. Сіздің жаныңызға эстрада үйлеспейді. Сізге Шопеннің балладаларын тыңдау керек. Мәлике біразға дейін үнсіз отырып қалды. Сенің ақылды екеніңді біліп едім, деді ол әлден соң, мүмкін. Не тыңдап, не қоюды, нені оқып, нені оқымауды білмейтін шығармын. Менің қай дегенім болып еді. Тіршілік ағымымен батып шығып аға бергенмін де, телефон ұзақ шырылдады. Ох, сенің папаң, деді Мәлике коридорға қарай жүгіріп. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 7-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.